Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын сабағымыз модульдік оқу жоспары бойынша, яғни үшінші типті оқу жоспарын құруды қарастырамыз. Ол үшін өзімізге қажетті оқу жоспарын таңдаймыз. Біз жаңа оқу жоспарын құрастыруымызға болады, немесе дайын өзіміздің оқу жоспарымызға модуль құрастыруымызға болады. Яғни модуль құрастыру үшін өзімізге қажетті каталогқа пәндерімізді қосамыз. Ол жоғары оқу орнының пәндері, міндетті пәндер каталогы және де элективті пәндер каталогы. Өзімізге қажетті бөлімді таңдап, пәндерімізді қосамыз. Өзіміздің қажетті пәндерімізді қосқаннан кейін келесі модульдер каталогы бөлімінде модулімізді құрастырамыз. Ол үшін модульді қосу батырмасын таңдаймыз. Атауын үш тілде толтырамыз. Модуліміздің түрін таңдаймыз және де модульдің кодын жазамыз. Келесі модульді оқуды аяқтау нысаны бөлімде үшінші мәнді таңдаймыз. Яғни үшінші мән ол пәндер бойынша кешенді түрде қорытынды бақылау өткізумен қоса модуль үшін жалпы қорытынды баға. Пәндер бойынша қорытынды баға есептеусіз. Яғни бұл жерде әр пәннің қорытынды бағаларын есептеу арқылы модуль үшін жалпы қорытынды баға есептеу қарастырылған. Келесі модуль үшін жіберу рейтингін есептеу тәсілі бөлімінде өзімізге қажетті мәнді таңдаймыз. Яғни бұл бөлімде бізде келесі мәндер қарастырылған. Ол пәндердің жіберу рейтингінің орташа мәні, яғни модульге кіретін әрбір пәннің орташа рейтинг мәнін есептейтін болады. Келесі формула бойынша кредиттерге сәйкес. Яғни бұл жерде пәннің жіберу рейтингісін пәннің кредитіне көбейтеді және де барлық осы модульге жататын пәндердің жалпы кредит санына бөлетін болады. Келесі түр ол пәннің меншікті үлесі бойынша. Яғни бұл жерде модульге кіретін әр пәнге меншікті үлесті көрсететін боламыз. Өзімізге қажетті мәнді таңдап сақтаймыз. Келесі өзіміздің пәндерімізді құрастырған модульге қосамыз. Яғни модуль бөлімінде өзіміздің модулімізді таңдап сақтаймыз. Осындай ретпен біз оқу жоспарында өзіміздің пәндерімізді қосамыз және де пәндеріміз бойынша модульдерімізді құрастырамыз. Келесі, егер де біз қандай да бір модульді пәндердің үлес салмағы бойынша мәнін көрсететін болсақ, онда модуль үшін жіберу рейтингін есептеудегі пәннің меншікті үлесі бөлімінде әр пәннің меншікті үлесін көрсетеміз. Яғни бұл жердегі қорытынды мән бірге тең болу керек. Модульге кіретін пәндеріміздің үлес салмағын көрсетіп сақтаймыз. Үшінші типті модуль бойынша білім алушының транскриптінде, үлгерім журналында және де ведомостарда ақпарат келесідей бейнеленеді. Білім алушының транскриптінде, яғни біздің модуліміз келесідей бейнеленетін болады, яғни тек қана модульдің атауы және де сол модульге кіретін пәндер бойынша кредиттің саны және де жалпы модуль үшін ортақ бағалар бейнеленеді болады. Яғни модульге кіретін жеке пәндер бойынша баға қарастырылмайды, жалпы модуль бойынша баға қарастырылады. Келесі үлгерім журналы бөлімінде біз пәндер бойынша емес, біз модульдер бойынша істейміз және де өзімізге қажетті модулімізді таңдау арқылы көруімізге болады. Яғни егер де біз үшінші модульді пән бойынша қарастыратын болсақ, бұл жерде пәніміздің қорытынды бағасы келесідей есептелінетін болады. Яғни біздің модулімізге кіретін пәндеріміздің тізімі келесі біздің үшінші модуль бойынша бізде пәндердің жіберу рейтингінің орташа мәні бойынша есептелінеді. Біздің үшінші модулімізді көруімізге болады. Бұл жердегі барлық модульге кіретін пәндердің кредит сандары және де әр пән бойынша жеке рейтингінің орташа мәні бойынша есептелуі бойынша біз ортақ модуль үшін бағаны көруімізге болады. Ал егер де бізде келесідей мән болса, яғни үшінші типті, бірақ та пәннің меншікті үлесі бойынша мәні қарастырылған жағдайда, онда білім алушының транскриптінде келесідей, яғни модулімізді көруімізге болады. Жалпы модульге кіретін пәндердің кредит саны және де модуль үшін ортақ баға, яғни журналымызды таңдасақ, онда бізде жіберу рейтингісі және де әр пәндер бойынша үлес салмаққа көбейтілген қорытынды бақылаудың орташа бағасы есептелініп, қорытынды бақылаудың мәні шығатын болады. Осындай ретпен оқу жоспарда модуліміздің аяқтау нысанын таңдаймыз және де модуль үшін жіберу рейтингісінің есептеу тәсілдерін көрсетеміз. Сол бойынша біздің білім алушының транскриптінде және де журналдарда баға бейнеленетін болады. Модульдік пәндер бойынша ақпар тізімдер, яғни ведомостар, бізде пәндер бойынша ведомство емес, модульдер бойынша ведомостар бөлімінде қарастырылады. Өзімізге қажетті ведомствомызды таңдаймыз және де өзімізге қажетті ведомствоның түрін таңдаймыз. Сол бойынша
біздің қорытынды модуль үшін бағамызды көруімізге болады. Осындай ретпен модульдік оқу жоспарының үшінші типі бойынша оқу жоспарын құрастырамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.